Абай Құнанбаев өмірі. Достар, менің каналыма тіркеліп, барлық ақпараттарды, өлеңдерді оқи аласыздар. Пікір жазуды ұмытпаңыздар. Абай Құнанбаев: асыл сөзді іздесең, абайды оқы ерінбе. Адамдықты көздесең, жат тоқып ал көңілге. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Дана ақынның өз халқынан және жалпы адам баласының өнер ой байлығынан алған үш үлкен сапалы төп түркіні барын байқаймыз. Мұның біріншісі қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан жиып өсіріп келген өз даналығы халықтың ауыз әдебиет қоры. Ақын Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы өз өлеңін көп көркейтті. Екінші бір қол артқан қазынасы араб, парсы, түрік тіліндегі шығыстың көркем классик поэзиясы. Үшінші үлкен өнер мол азық алған зор саласы орыс халқының мәдениеті және сол арқылы Европа мәдениеті. Осы соңғы өріске құлаш созған Абай өз заманы үшін әрі жаңа тарих, жаңа дәуірдің басы, әрі кең майдан келешек еді. Абайдың ақындық бітіміндегі ең ірі жағы осы айтқан үш қазынаның қайсысына барса да құр ғана үйренуші, еліктеуші боп барған жоқ. Қайдан алсын, нені алсын, баршасында өзінің ойын, терең жалғаулы ірі ақындық ерекшелігі арқылы үнемі өз елегінен өткізіп, өз өнермен мықтан тартып, өзінің қайран жүрегінен шыққан бұйым табысы етіп ала білді. Сондайлық өлмес, өшпес қасиеттерінің өзі-ақ ұлы Абайға қазақтың классикалық әдебиетінің атасы деген, қазақ поэзиясының күн шуақты, асқар биігі деген атақты бергізе алады дейміз. Мұхтар Әуезов.